қалай өтеді, сол жайында сұрайтын болғанмын. Қазір аптекаға келдім. Саламатсыз, гепарин флакондағы бар ма? Все. Рахмет. Оказывается, бұл жақта гепарин сатпайды екен. Енді санкнижкамды істетуге диагностикаға бара жатырмын. Мен тіркелген диагностика осы. Сіздерден сұрайын деп едім. Мен 2018 жылы Астанада істеген кезімде страховка деген енді басталып жатқан. Сол кезде біздің менеджерлер страховкасы бар адамдарға бүкіл условияны жасап беретін. Страховкасы бар бұл кісілердің деп ше. Ал қазір біз жұмыстан төлейміз страховка, бірақ кейбір заттарға әлі ақылы болады ше, соны түсінбеймін. Кейде ойланып қаламын, қалай андай қылды екен деп. Қалай система өзгеріп кетті деп. Жаңағындай ғой, тіркелмеген пациент келеді да, страховкасы болады. Қай жұмыс орнында страховкасы төленеді. И сол жерден любой жерге барып, жаңағыдай МРТ түседі, КТ түседі. Менеджерлер сол страховкасынан шешіп алады. Ал қазір бізде ондай емес. Біздің Жетісай осындай көкке оранған әдемі қала. Менің YouTube оқырмандарымның ішінде Жетісай қаласынан бар болса, қолдарыңыз көтере кетіңіздер. Негізі сіздерге айтқым келгені, жылына бір рет чекап өтіп тұрыңыздар. Чекап дегеніміз не? Егер сіз мүлдем ауырмасаңыз, тупай ауырмаңыз. Бірақ сонда да кейбір аурулар бізде жасырын түрде жүреді. УЗИге түсіңіз, полный УЗИ, почкаңызды, жаңағы қуық, женский жақ, мужской жақ деген сияқты УЗИге түсіп, анализдерінің барлығын тапсырыңыздар. Мысалы, анемияның өзі жасырын түрде жүреді. Кейбір биохимиялық анализдерді сіздің бүйрегіңіз не болып жатыр, бауырыңыз не болып жатыр, сол анализ арқылы өтесіздер. Егер мүлдем ауырмай, мен бармайым десеңіздер, хотя бы жылына бір рет осындай чекап өткендеріңіз дұрыс. Қазір менде барлығы дұрыс екен. Негізі мен гемоглобинмен көп андай қиналдым. Сонымен біраз дәрілер іштім, темір дәрілер деген сияқты. Оның бәрі, мысалы, бір жерге пайда болғанмен, екінші жерге зиян. Тістер, мысалы, жаман болып кетті деген сияқты. Сол үшін денсаулықтарыңызды, денелеріңіз сау кезде қадірлеңіздер. Алдын алыңыздар. Ал қыздар, біздің ескі больница деп айтып жатқан жағымыз, мына жерде бізде емхана бар. Новыйдан салынған, әдемі қылып. Осының арт жағында цестің адамдар отырады, жаңағы санкнижка тапсырған кезде ректор түсетін аласыздар. Мынандай аптека бар. Осындай светофорды өткен кезде мына бір здание бізде ВИЧ-центр. Негізі ВИЧ-ке өздеріңіз келіп, осы жерден прямой тапсырып, бір күннен кейін результатын печатымен алып кетсеңіз болады. Немесе поликлиникаңызға барып тапсырып, бір күннен кейін результатын алып, оның парағын шығарып, осы жерге келіп печат бастырсаңыз болады. Қазір мен солай жасайын деп жатырмын. Кішкене жұмыс былай қарбалас болып кеткенше. Біздің Жетісайда әдемі болып кеткен. Деп Жетісайды мақтай берді ғой демеңіздер. Жетісайға келін болғалы 6 жыл болды. Ұнатпас едім бастапқыда. Күйделіп, қалаға кеткім келеді деп. Қазір уже үйреніп қалдым. Өзімді де көрсетіп қояйын да. Қыздар, егер санкнижкаға стафилококк тапсыру керек болса, бірақ пятница күн келмеңіздер. Өйткені пятница күн анализ алмайды. Суббота воскресенье жұмыс жасалмағандықтан пятница күн анализ алмайды. Сосын сіздерге бір мифті айтайын ба? Мен ойлайтын, CES-та жұмыс жасайтындар, CES-тің орталығы прямандай VIP кабинка деген сияқты болады ғой. Сондай бір здание шығар деп ше. Наоборот қой. Самый отстой зданияда отырады екен ол кісілер. Ол дұрыс па, дұрыс па. Самый главный өздерінің жұмыстарына таза болса болды деп ойлап кеттім. Сонымен тірлік бітпеді. Байқасам, санкнижкаға жүргеніме уже 2-ші апта болды. Бірінші анализ тапсырып, бүкіл анализдер тапсырып қойған, бірақ жаңа праздник бастап кетті да. Сонымен жаңағындай арасы үзіліп қалды. Енді
бір күнде бітпейді негізі санкнижка істету. Сондай біз жылына 2 рет полный медосмотрдан өтеміз. Қараңыздаршы, біздің жаңағы больницамыз. Бұл поликлиника, больница біз жақта Микоянда. Ол жерде вообще күшті болған. Енді соған жараса, адамдары да бір күшті, андай мәдениетті болса күшті болатын еді. Бәрін ретімен істейтіндей. Сонымен қазір мен енді обед ішіп алам. Сонымен жұмысқа барамын. Күшті жер ашылыпты, бірақ свет өшіп қалды. Біздің Жетісайда Каспий жауып қалған филиалы. Енді Каспийден бір зат заказ беретін болсам, осы жерге келетін болды. Каспийдің заттарын бір витамин заказ берген ғой.